Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ауызашарға бір күндік меню дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізде ыстық тамаққа фасольдан сорпа болады, ал одан кейін десертке осындай пирог болады. Өте оңай жасалу жолы. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Ал бірінші пирогты бастайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа сары майды құйып, ерітілген үстінен какаоны саламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан соң үстінен қантты саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстінен разрыхительді қосамыз. Тағы да қозғаймыз. Енді жұмыртқаларды саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Болғаннан соң үстінен ұнды 2-3 бөлікке бөліп, осылай салып араластырамыз. Міндетті түрде толықтай барлығы жақсылап араласуы қажет. Осылай барлығын салып, біркелкі масса дайындаймыз. Біздің массамыз дайын. Ал енді тұзды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен керекті формамызды алып, құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамызда 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Сонымен пирог пісіп шықты. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алу қажет. Енді формасынан шешеміз, және де бетін қалауыңызша әсемдеп шықсаңыз болады. Мен бетіне осылай шоколадты кішкене жағып шықтым. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Салқындатып асқа беруге болады. Жасалу жолы өте оңай, дәмі де өте керемет болып шығатын пирог. Өте әдемі болып көрінеді. Осылай кесіп қалауыңызша бере берсеңіз болады. Сонымен кешкі шайдың пирогы дайын. Ал енді ыстық тағамымызды дайындауға кірісеміз. Бізде ыстық тағамға міне көріп тұрғандарыңыздай осындай фасольді сорпа. Дәмі өте ерекше. Фасольді жақсы көретіндер ұнататын болады. Ал бастайық. Ең алдымен осындай қатты болып тұрған фасольді алып, үстінен жылы суды құямыз да, бетін жауып, бір түнге қалдыратын боламыз. Кем дегенде 6 сағатқа бетін жауып қойып қою қажет. Міне біздің фасоліміз осылай ісініп шығады. Ал енді суға өзіміздің қалауымызша етті салып қайнатамыз. Негізі сүйекпен алсаңыз жақсы. Енді майды салып, үстінен пиязды салып қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз пиязды. Ет қайнаған соң бетіндегі көбігін алуды ұмытпау қажет. Енді сәбізді саламыз да тағы да жақсылап қуырамыз. Сәбіз қуырылып болғаннан соң үстінен тұзды, қалауымызша дәмдеуіштерді, қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Одан соң томатты қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып қуырамыз. Енді үстінен піскен сорпамызды осылай сүзгіден өткізе отыра құйып шығамыз. Бұл жерде шамамен 3 литрдей сорпа кетеді. Осылай барлығын толықтай сетадан өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып, үстінен картопты саламыз. Және де фасольді саламыз. Суын алып тастаймыз. Қозғап, етімізді кесіп саламыз. Бетін жауып, одан соң қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан соң оттың астын жай қойып, тағы да жарты сағат шамасындай пісіріп аламыз. Толықтай картоп пен фасоль піскенше қалдыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Фасоль осылай ісінеді. Картоп та, фасоль да өте керемет болып, жарты сағаттың ішінде дайын болды. Сонымен ыдысымызға құйып, асқа бере берсек болады. Жасалу жолы негізі өте оңай тағам. Ал енді бетіне укропты қалауыңызша өзіңіздің ойыңыздағыдай аскөкті салып, араластырып,
тағамға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сау саламатта болғайсыз.